Сәлем достар, бүгінгі PHP сабағында біз логин страницасын немесе кіру страницасын жасайтын боламыз PHP-де. Өткен сабақта біз регистрацияны жасаған болатынбыз. Яғни сол кодты ашайық. Өткен сабақта мәліметтер қорының аты сабақ 3 болды, және де таблицаның аты users болды. Оны мына мәліметтер қорынан көрсек болады. Міне мәліметтер қорының аты сабақ 3, таблицаның аты users. Мен папканың атын сабақ 5-те өзгертіп қойдым. Бүгінгі сабаққа байланысты мәлімет енгізіп тексеріп көрейік. QWERTY. Жазба мәліметтер қорына қосылды дейді. Мәліметтер қорын тексерейік. QWERTY жазба бар. Яғни бәрі дұрыс жасап тұр. Және де осы жерде ескертіп айта кетерлік жайт, XAMPP-ті ашып, Apache пен MySQL-ді старт басуды ұмытып кетпеңіздер. Және де localhost папканың аты кодты ашу үшін, баз даннықты ашу үшін localhost php myadmin-ді жазасыздар. Қазіргі түрінде бізде базаға енгізілген түрінде логин мен пароль тұр, user ID бар. User ID кілтті көріс болып табылып тұр. Пароль бізде мына қалай енгізілді, сондай түрінде сақтаулы. Бұл дұрыс емес. Яғни безопасность жағынан дұрыс емес болып есептеледі. Яғни біз қазір қарапайым болса да кодировка шифрование қолдансақ, бұл бұдан жақсырақ болар еді. Сондықтан қазір мына жерге M5 деген шифрование қолдан көрейік. Ол үшін мына қолданушының енгізген мәліметін, паролін біздің айнымалыға алып жатқан жерде M5 деп жазып, шақшаның ішіне алуға жазылғанды. Сонда бұл M5 пен кодирование жасалады. Сақтайын. Енді мына жерді обновить етіп, тағы да енгізіп көрейін. QWERTY2 деп енгізу. Жазба қосылды. Қарайық. QWERTY, сосын бір символдар шықты. Яғни бұл шифрленді деген сөз. Қазір сіздерге тағы да бір түрін көрсетейін. Яғни логин 1, пароль 1 қосылды. Мәліметтер қорындағы парольге қарасақ, екеуінің ұзындығы бірдей. Яғни сіз неше символды парольға енгізсеңіз де, шифрленетін ұзындығы бірдей болып есептеледі. Бірдей болады. Шифрлеуді түсіндік деп ойлаймын. Әрі қарай қазір входты жасайық. Входты жасау үшін біз мына жердегі өткендегі мәліметтер қорына енгізу кодын алып тастайық. Бізге тек керегі қолданушының енгізген логині мен паролін алу. Бір айнымалы алайын. SQL деп ала салайын онда. Тең болады. MySQL query деп жазамыз. Шақшаның ішіне бірінші байланысты, яғни өткен сабақта мына жоғарыда байланыс деген айнымалымыз бар, міне. Ол мәліметтер қорымен байланыс орнатады. Сол байланыс жазамыз, үтір, апострофта SQL команд жазамыз. Бұл SQL команда бізде базадан бірінші сондай мәліметті алып алу керек, вход жасау үшін. Ол үшін select деген команда қолданылады. Select, звездочка дегеніміз бұл мәліметтер қорындағы барлық өрісті алады. Яғни міне бізде мәліметтер қорында 3 өріс бар. User ID, login, пароль деген. Сол 3 өрісті де алады. Егер бізге тек 2 өрісті алғымыз келсе, логин мен пароль деген, онда біз мына жерге логин, өтір, password деп аламыз. Мына жерде қалай жазылған, солай жазамыз өтір арқылы. From біздің таблицаның атын жазуымыз керек. Естеріңізде болса, біздің мәліметтер қорының аты сабақ 3, таблицаның аты users, яғни users деп жазамыз. Енді осы жерде бір шарт керек, яғни өре. Енді біздегі мәліметтер қорынан осы логині бар адамды алу үшін логин тең апострофтың ішінде міндетті түрде қолданушының енгізген логинін енгіземіз. Лимит қойып қойық. Яғни ондай логин бар болса мәліметтер қорында тек бірақ қана сондай логин бар болады, сондықтан limit 1 деп қоя аламыз. Өйткені логинді уникальный болуға қажет логин.
кодтың соңына үтір нүкте қойылған екен. Келесі строкада мен тағы да бір айнымал қажет, row деп ала салайын, ол айнымалының атын тең болады. MySQL I fetch array. Яғни біздің осыған дейінгі алған айнымалымызды осы жақшаның ішіне саламыз. Бұл код не істейді? MySQL I fetch array деген біздің SQL командамызды орындайды. Мына жоғарыда тұрған 45-ші строкада нәтижесін, результатын массив түрінде мына айнымалыға меншіктейді. Яғни массив болғандықтан оның индексі бар болады. Біздегі индекстер ол мына полен аттары. Яғни біз екі-ақ полен алдық, логин мен password деген. Бізде екі-ақ поле болады онда массивтің ішінде. Енді бұл қорытындысы ретінде мысалға базадан хотя бы бір запись қайтып келсе, значит базада бұндай логин бар деген сөз. Сондай логин бар болса, значит базаға одан кейін біз оның паролін тексеруіміз керек енгізілген. Дұрыс пароль енгізді ма, дұрыс емес па екен. Қазір ондай логин, мұндай запись результат қайтарды ма, тексеретін шарт жазайық. $row апострофтың ішінде 0 деп қойын мысалға. Бұл жерде айта кетерлік жайт 0 деп тұрмын мен индексін. Индексін мына жердегі санмен де көрсете аламыз. Біздің случайда 0 ол логин, 1 деген пароль. То есть 0-ден бастап есептейді. Біз звездочка қойып кеткенде мына select'та. Онда бізде 3 поле болатын еді, ол 0, 1, 2 болатын еді. 0 тең емес, мынау тең емес деген сөз. Пустойға дейді. То есть пустой знак қайтармаса, значит бірдеме бар деген сөз массивтің ішінде. Тең емес, леп белгісі тең деп жазылады. Ол значит бір запись қайтарса, оны бізде ондай логин бар. Ендігі келесі шарт бізде паролін тексеруіміз қажет кіргізу үшін. Ол үшін қайттан if қолданушының енгізген паролі тең екендігін тексеру үшін тең деген белгі қоямыз. $row. Бұл жерде біз ненді атында жазаламыз. Поленің атында жазаламыз row'дың ішінде. Яғни бұл массивтің ішінде. Ол үшін апостроф password деп жазып беру керек. Яғни бұл дұрыс жағдай. То есть логины бар базада, паролі дұрыс енгізілген. Пароль мына жерде MD5 пен шифрование етіп мана салдық. Енді логин кіретін кезде қайттан шифрованиемен алып тұрық. Дұрыс тексерілу үшін. Онда мен echo дейінді қолданушыны шығарайын. Қош келдіңіз деген жазба шығарайын. Үтір. Қош келдіңізден кейін атын шығарайын. Атын шығару үшін логинді ала қойсам болады. Қош келдіңіз, нүкте, логин. Өтір нүкте. Else, яғни бұл шарт дұрыс емес болса, мен экранға шығарайын. Echo. Пароль қате. Пароль қате енгізілді деген жазба. Яғни мына роудың ішіндегі варианттарды болдық. Егер мынандай жазба жоқ болса, тағы да else жазайын. Бұл мына сыртқы условияға қатысты, міне, асты ерекшеленіп тұр. Яғни жазба жоқ болса, онда ішінде ондай қолданушы жоқ. Сақтайын, қайтып келейін. Яғни бізде QWERTY 2 деген жазба болды. Соны тексеріп көрейік. Қош келдіңіз, QWERTY 2 деп тұр. Яғни мәліметтер қорында бар, мен дұрыс пароль енгіздім. Енді QWERTY 2 дейінде парольді 1 деп көрейін. Пароль қате енгізілді деп тұр, дұрыс. QWERTY дейінде паролін дұрыс енгізейін. Бұл жағдайда паролі бәрібір тексерілмейді. Мұндай қолданушы жоқ деген шығып тұр. Мына жерде type of null дейді. Trying to access array. 48-ші строкада. Бұл жерде мына шартта бізде результат ештеме қайтармаған жағдайда соны тексеріп жатыр дейді. Бұл
маңызды емес ондай қатты. Яғни ол ошибка шығады. Ондай ошибкалар сіздің сайтыңызды взлом жасауға мүмкіндік береді хакерлерге. Сондықтан мұндай ошибкаларды негізінен барлығы дұрыс жасап тұрса, шығармау қажет экранға. Ол үшін сіз мына PHP-дің ең бастапқы жағында error reporting дегенді мейлі қылып ұстауыңызға болады. Яғни қазіргі жағдайда мына қате бізден кодтың жұмыс жасауына кедергі келтіріп тұрған жоқ. Барлығы дұрыс жасап тұр. Сондықтан біз error reporting нөл қылып қойдық енгізу. Мұндай қолданыс жоқ деп жаңағы қате шығып тұрған жоқ. Бүгінгі осы, жалпы біз база даныққа мәліметтерді шифрлап салуды үйрендік, және де логин страницасын жасадық. Видео ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийде жазыңыздар.